Қайырлы күн баршаңызға. Өте оп-оңай бір демде жасалатын осындай пирог, яғни өте простой пирог зебраның рецептімен бөлісеміз. Жасалуы да өте оңай. Мінекей, алдымен жұмыртқамызды аламыз. Екі сарысы шықты екен. Бір жұмыртқадан 4 жұмыртқаны аламыз, яғни бөлмейміз ағын, сарысын, ешқандай. Қана осы жұмыртқамызды, 4 жұмыртқамызды аламыз. Мінекей, осы жұмыртқаларымызды аламыз. Одан кейін қант, өздеріңіз қарайсыздар, тәтті болды десеңіздер көбірек салуға болады. Мен бірақ тек көз мөлшермен салдым, ешқандай өлшемедім. Осылай жартысын салдым. Мінекей, одан кейін оны миксерлеп аламыз, жақсылап тұрып. Міне, миксерлеп алдым. Бұған енді мен қаймақ қостым. Мінекей, менде азғантай қаймақ қалған. Соны қосып 2-3 қасық қостым да, соны араластырдым. Одан кейін бұған тағы да біздің қосатынымыз май, яғни ертілген сары майды қосамыз. Барлығын біріктіріп араластырамыз. Азғантай жаңағыдай разрыхлитель қоссаңыздар болады. Разрыхлитель болмаса, кәдімгі нан соды қосамыз. Одан кейін ұнды електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електен өткізу керек. Ұнды осылай електен өткізіп, барлығын араластырып аламыз бірыңғай қылып. Енді осыны екіге бөлеміз. Біреуін какаоға саламыз, біреуін ақ күйінде қалдырамыз. Яғни ақ қара болып тұрады. Міне, енді табаға ақ қара қылып, бір қасықтан араластырып отырып, осылай құя бастаймыз. Екен, дұрыс құйылмай кетті. Ештеңе қылмас. Міне, осындай болып шықты. Яғни бірінші ағын, сосын қарасын құйып отырып араластырып шығамыз. Зубочистканың көмегімен осылай әдемі уыздар салсаңыздар да болады. Осылай піскен кезде әдемі болып тұрсын десеңіздер. Осыны 180 градуста жарты сағат, яғни 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, өте оңай, тез, жылдам пісетін пирогтардың бірі деп ойлаймын. Осындай уыздар салсаңыздар болады. Міне, енді осыны пісіріп аламыз 180 градуста. Осындай болып шықты, өте әдемі болып. Кешкі шайға, ауызашарға дайындап жесеңіздер болады. Менің